Каспий нейді? Прозрачный заттар сатып алу, Каспий рет қолдану қаншалық дұрыс? Каспий ретті қолданған кезде банк араласып кетіп жатыр, құрметті бауырларым. Соны қолданбаған жөн. Каспий реттің рассрочкасы банкы араласпастан тіке мынау телефондар сатып жатыр ғой, жаңа нейді тікелей. Кисель компаниясы кейінде бар жаңағы. Актив. Өздері банкы араласпастан телефонды сататын болса, такситпеден ол болады. Банк араласқан екен уже проблема болады. Оның бәрін әлі біз жазып қойып отыр, оны әлі фатуа шыққан жоқ. Мынау сауда, исламда 5 түрлі сауда болады ғой. Бай уадаи дейді. Мынау $100 алған нәрсе ақша керек болды, $80 сатасыз. Ол мақұл дейді. Уалия дейді. $100 алған нәрсені $100 сатасыз. Онда мақұл дейді. Мураббах дейді. $100 алған нәрсені $120 сатасыз. Өзіңіз айтасыз. Мен $20 қосып жатырмын дейсіз. Ол болады. Төртінші таксит дейді. Мынаны наличке берсең $100 берем, бөліп берсең $200 дейді. Бұл шариғатта бар. Кредит дейсіздер ғой. Бірақ пениясы болмау керек, бауырлар. Мақұл ма? Пениясы. Ол шариғатта бар. Оны байу таксит деледі, фиқта, байу таксит дейді. Бөліп беру. Мусауама дейді, саудаласу. $100 алған нәрсе мүмкін $1000 сатасың сен. Бірақ адамдардың мұқтаждығын пайдаланбау керек жаңағы. Бидай, адамдар аш болып жатқан кезде оны жаңа ақшаны көтеріп жүр емес. Бір зат келді енді, ол жаңағы. Басқа да заттар бар. Өтірік айтып болмайды бірақ. Мен өзім $950 алдым десеңіз, күнәһкар боласың. Құдай көріп тұрсаң, діннен де шығып қаласың жаңағы. Сондықтан сауданы қыларда жақсылап тұрып оқу. Мен сіздерге айтатыным, Абу Ханифа рахматулла алейх фиқты екіге бөлген. Ибадат, муамалат деген. Ибадат деген нәрсе намаз, ораза, зекет, хажылық, отбасы. Сіздер әзір отырған нәрсе, мүмкін сіздер сауда қылмайсыздар, бірақ бәріңіз үйленесіздер. Ұлы бар, қызы бар. Қыз тұрмысқа шығады, жігіт үйленеді. Сіздер мынау ақиданы жақсылап тұрып, ақылақты, ибадатты, мұнакихатты жақсылап тұрарға сабақ бер, мақұл ма? Отбасы таза болса, өзіңнің иманың толық болса, құлшылығың жақсы болса, отбасың жақсы болса, ары қарай иншалла саудаң да басқаң да не болады, жақсы болады. Аллаға жақын келсе, харамнан ұзақ бол дейді. Адамдарға жақын келсе, оның қолындағы нәрседен ұзақ бол. Одан еш нәрсе сұрама дейді. Адамдарға проблемаңды айтпасаң, адамдар жақсы көреді. Аллаға проблемаңды айтпасаң, Алла жек көреді. Аллаға проблемаңды айтуың керек. Алладан сұрағаны не дейді? Екі бүйірі шығады дейді. Адамнан сұрағаны не дейді? Екі көзі шығады дейді, бауырларым.